Сізге біреу бала кезіңізде там ей санаңды қос топас деп ұрысып көрді ма? Ну или хотя бы примерно солай. Менің сыныбымда бір қыз болды. Маған кейде солай ұрысатын еді. Сол кездегі қызық, мен санаңды қос деген сөзді естімей, топас деген сөзіне жынданып жүрдім. Одан сайын тентек болып. Ол кемсіту емес, оказывается, кеңес екен ғой. Сол қыздың өзі оны солай қабылдады ма, білмеймін, бірақ оған айтарым, рахмет, сен керемет дос болыпсың маған. Қызық, иә, бәлкім сол сөздер маған көмектескен шығар. Менде тағы бір осындай история бар, бірақ ол жерде де мән, мағына, мораль дәл сондай. Кез келген заттың өзіңіз білесіз, жақсы жағы бар, жаман жағы бар. Жаман жағын көргің келсе, көресің, жақсы жағын көргің келсе, көресің. Бірақ ол қиын, білем, кейде көре алмай қаласың. Бірақ жақсы жағына қарай тырысу деген ойдың өзі сізді адам қылатын ой. Осындай вот кеңеспен сізбен бөліскім келген. Және тағы бір ақиқат, осындай кеңестер сіздің айналаңызда көп, тек құлақ салып тыңдау керек. Рахмет.